Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдер, студенттер және оқушылар. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToktағы және YouTube'дағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай қарапайым емес иррационал теңсіздіктің сіздерге шешуін көрсеткім келді. Куб түбір, түбірдің астында x плюс 1 минус куб түбір, түбірдің астында x плюс 3. Осы айырма кіші бірден. Осындай теңсіздікті шешу керек. Бұл шындықты айтсақ, бұл мұндай есептерді мектеп бағдарламасында мүлдем қарастырмайды деуге болады. Бұндай есептерді шығарудан оқушылар түгілі мұғалімдердің өзі кәдімгідей қатты қиналады. Сондықтан осындай қиын есептерді мен парақшамда көп көрсетемін. Парақшама тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазып, парақшамды қолдап қойыңыздар. Мен парақшамда ұбт-ның басқа оңай есептерін қарастырамын. Біреуге ұнамауы мүмкін, бірақ шындықты айтайын, оңай есептерді өте көп мұғалімдер шығарылады, өте көп оқушылар. Сондықтан мен оларды қарастырмаймын. Осы сияқты күрделі есептерді қарастырамын. Мен енді мынаны шешуге әдісін көрсетейін. Бізде қалай бұны алғы шешсек болады. Міне түрлендіреміз алдымен. Куб түбір x плюс 1, оң жаққа шығарамыз. 1 плюс куб түбір x плюс 3. Мынадай нюансты ескеру керек мына жерде. Енді бізде теңсіздікті квадраттауға болмайды. Дұрыс өйткені минус 4 минус 3-тен кішкентай ғой, квадраттасақ 16 9-дан үлкен болып кетеді. Квадраттағанда теңсіздік бұзылады, кубтағанда теңсіздік бұзылмайды. Кубты айырамыз екі жағынан. Анда кубқа шығарамыз екі жағынан. Енді ана екі жағынан да кубты айырмыз біз. Кубты бірден кубты 1 плюс кубты 1 x плюс 3 осының кубы. Кубты түбірді кубтағанда кубтың астында қандай шығады? X плюс 1. Ал кіші, а плюс b-ның кубы қысқаша көбейту формуласы ол 7-ші класстың материалы түсіндіру керек жоқ шығар. Енді кешіріңіздер қатты айтсам. 1 плюс қандай еді? А куб плюс 3а квадрат b 3 мына кубты 1 x плюс 3 плюс 3 аб квадрат. Яғни 3 көбейтілген 1 жазылмайды. Мына кубты 1-дің квадраты. Кубты 1 x плюс 3-тің квадраты. И плюс мына кубтың кубы, кубты 1-дің кубы, ол кубтың астында шығады. Дұрыс x плюс 3. Адай мәндес теңсіздікке келдік. Аяғын түрлендірсек, x плюс 4 болады. Мынаны x плюс 4-те мынаны қалай жасақ болады мына жерде. X плюс 4-те мынаны екеуін қосық x плюс 4. Сол жаққа жіберсек, минус x минус 4, x пен минус x жойып кетеді. 1 минус 4 минус 3 болады. Сонда минус 3-ті жақсан сыртына шығарып жіберейік. Мына жерде екеуінде де 3 бар ғой. Міне кездестіріп, кубты 1 x плюс 3 и плюс кубты 1-дің квадраты. X плюс 3-дің квадраты. Квадратты кубты 1-дің ішінде кіргізіп жіберсек болады. Міне ол келсестері, онда ешқандай проблема жоқ. Кубты 1-ді квадраттың ішінде, кубты 1-дің ішінде квадратты кіргізіп жіберсек болады. 3-ке бөліп жіберсек болады. Не байқайды мына жерде? Мынаның квадрат сомадан белгілеу енгізсек болады. Түбірасты кубты 1 x плюс 3 тең т. 3-ке қысқартып жібере аламыз екі жағын. Оны сандай 3-ке. Сонда қандай жазды? Т деп белгілесек, мынаның квадраты ғой. Значит, т квадрат плюс т артық минус 1. Сонда қандай теңсіздік келеді? Т квадрат плюс т плюс 1 артық 0. Мынадай квадрат теңсіздікке келдік. Мына квадрат теңсіздікті қарайық. Дискриминантын табайықшы. 1-дің квадраты минус 4 минус 3. Дискриминанты кіші. Және бас мүшесі 1 ғой мына жерде квадрат мүшесі. А бас мүшесі 1. Нөл нөлден үлкен бас мүшесі 10. Және дискриминант теріс. Бұнда не? Аның шешімі қандайсы кез келген нақтысам болады. Дұрыс па? Т минус 8-тен плюс 8-ге дейін. Мына теңсіздіктің шешімі кез келген нақтысам болса, мына теңсіздіктің де шешімі кез келген нақтысам, ендеше мына теңсіздіктің де шешімі кез келген нақтысам. Сонда жауап болады минус шексіздіктен плюс шексіздікке. Кез келген нақтысам үшін мына теңсіздік не болады? Дұрыс болады. Менің видео ұнаса лайк қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.